Қайырлы күн достар. Бүгін біз холинергиялық және аденергиялық жүйке жүйесіне әсер ететін препараттарды өтпес бұрын біз жалпы жүйке жүйесі туралы азғана мағлұмат беріп кетсем. Өздеріңіз білетіндей, біз орталық жүйке жүйесін екіге бөлдік: соматикалық және вегетативті деп. Атына айтып тұрғандай, соматикалық дегеніміз, яғни сома деген дене деген мағынаны білдіреді. Бұл жүйеде ми бағанынан басталып, жолынан тікелей бұлшықетке әсер етеді. Импульс ми бағанынан басталып, жолының артқы мүйізінен шығып, тікелей бізде қаңқа бұлшықеттерін нервтендіреді. Тікелей қаңқа бұлшықеттерін нервтендіреді. Яғни сома дене деген мағынаны біледі. Тікелей ешқандай ганглия жоқ, не синапсқа бөлінбеген. Неде бұл импульс бізде мотонейрон, яғни қозғалтқыш нейрон арқылы өзінің қоздырушы тініне барады. Айтып кететін жайт, бұл жерде жіпше бізде холинергиялық болып тұр. Холинергиялық талшықтың, яғни медиаторы бізде ацетилхолин. Ацетилхолин. Оны біз қысқаша АЦХ деп жазсақ та болады. Яғни бізде егер жіпше холинергиялық болса, бізде медиатор ацетилхолин болады. Медиатор дегеніміз, яғни импульсті ынталандырушы, өткізуші деген мағынаны білдіреді. Келесі жүйке жүйесі, ол бізде вегетативті жүйке жүйесі. Вегетативті жүйке жүйесін біз үлкен екі топқа бөліп қарастырсақ болады, яғни ол симпатикалық және парасимпатикалық нерв жүйелері. Вегетативті жүйке жүйесі бізде қан тамырларда, ішкі секреция және сыртқы секреция бездерінде, ішкі органдарында орналасады. Ал соматикалық жүйке жүйесі көбіне ол қаңқа бұлшықеттерін нервтендіреді. Біз вегетативті жүйке жүйесін екі топқа бөліп қарастырсақ болады. Яғни парасимпатикалық және симпатикалық. Парасимпатикалық және симпатикалық деп бөлу себебі олардың бірін-біріне қызметі қарама-қайшы болып келеді. Симпатикалық жүйке жүйесі мәселен қан тамырын тарататын болса, ал парасимпатикалық жүйке жүйесі қан тамырын кеңейтеді. Келесі кезекте біз парасимпатикалық және симпатикалық жүйке жүйесінің ерекшелігін схема түрінде былай түсіндірсек болады. Яғни жұлын деп алатын болсақ, парасимпатикалық жүйке жүйесі жұлынның бұйрық бағытынан шығып, яғни бір синапстан бір нейроннан екінші бір нейронға бөліну арқылы ол ағзаны нервтендіреді. Бұл ағза әртүрлі ағза болуы мүмкін, айтып кеткендей бар. Ішкі секреция бездері болуы мүмкін, бұлшықеттер болуы мүмкін, қан тамыры болуы мүмкін, немесе ішкі органдар болуы мүмкін. Яғни симпатикалық жүйке жүйесі жолының бір бағытынан басталады да, жүйке жүйесіне жақын арада ол өз синапсқа бөлініп, импульсті келесі бір нейронға береді. Яғни ерекшеліктеріне келетін болсақ, парасимпатикалық жүйке жүйесінің нейроны бізде холинергиялық болады. Екінші нейронда холинергия болады жіпшесі. Бағана жоғарыда айтып кеткендей, холинергиялық жіпше болатын болса, оның медиаторы ацетилхолин. Қысқаша АЦХ деп белгілейміз. Жіпше холинергиялық, яғни медиатор ацетилхолин. Парасимпатикалық және симпатикалық жүйке жүйесінің ерекшеліктерін тоқталатын болсақ, біз мына бөлікті қан тамыры деп алайық. Өздеріңіз байқап тұрғандай, парасимпатикалық жүйке жүйесінің ганглия, яғни синапс дегеніміз естеріңізге түсіре кетейік, яғни ол бір нейроннан екінші нейронның байланысқан ортасын біз синапс деп айтамыз, немесе ганглия деп те айтуға да болады.
яғни симпатикалық жүйке жүйесіне келетін болсақ, пресинапстық жіпше бізде холинергиялық болады. Холинергиялық болса, медиаторы ацетилхолин. Ал постсинапстық жіпшесі бізде адренергиялық болады. Адренергиялық жіпшенің медиаторы бізде норадреналин. Көріп тұрғандарыңыздай, схема түрінде қарайтын болсақ, олардың жіпшелерінде, бөлінетін медиаторларында және де ганглиялардың ашылуына байланысты бір ерекшелікті байқап тұрсыздар. Яғни парасимпатикалық жүйке жүйесінде гангли синапс бізде қан тамырының ішінде ашылып тұр. Ал симпатикалық жүйке жүйесінде гангли бізде жүйке жүйесіне жақын. Яғни парасимпатикалық жүйке жүйесінде гангли жүйке жүйесінің алыс ағзаға жақын орналасса, ал симпатикалық жүйке жүйесінде гангли жүйке жүйесіне жақын, бірақ ағзадан алыс орналасқанын байқап тұрмыз. Сол себепті де болар, олардың бір-біріне деген қызметі қарама-қайшы. Ал енді рецепторға келетін болсақ, парасимпатикалық жүйке жүйесіндегі холинергиялық жіпшенің рецепторлары, яғни N және M холина рецепторлар болып табылады. Ал симпатикалық жүйке жүйесінде бізде жіпше адренергиялық болғандықтан рецепторлар альфа және бета адренорецепторлар. Рецепторлар қайда орналасады ескертсек, рецепторлар бізде жүйке жүйесінде, яғни синапстарда орналасуы мүмкін, және де мембрананың бетінде, яғни мембрана дегеніміз ол әрбір ағза шошыдан тұрады. Шошының бетінде рецепторлар орналасады. Дерлік бізге импульс жолынан холинергиялық жіпше арқылы келді. Синапста ацетилхолиннің медиатордың яғни күшіне әсер етті, ол белсеніп импульсті келесі бір нейронға өткізіп, ол нейрон арғы импульсті алып келіп, жошаға әсер етті. Ол жошаның бетінде арнайы бағана айтып кеткендей рецепторлар бар, сол рецепторлармен байланыса отырып, ол яғни тінге ағзаға әсер етті, немесе оның күшін ынталандырды, немесе оның күшін тежеді. Дәл солай симпатикалық жүйке жүйесінде де импульс келді, синапстан екінші бір нейронға өтті, ол нейрон ағзаға әсер етті, яғни тежеді, немесе оның күшін ынталандырды деп айтсақ та болады. N және M рецепторлар осы жерде орналасқан. N рецепторлар бізде көбінесе соматикалық жүйке жүйесінде де бізде бұлшықеттің бетінде, бұлшықеттің бұлшық бетінде N рецепторлар орналасады. N рецепторлар. Ал холинергиялық жіпшеде бізде M рецепторлар орналасады. Яғни бағаннан бері біз N рецептор дегеніміз не? Олар M дегеніміз яғни мускалинге тәуелді рецепторлар, N дегеніміз никотинге тәуелді рецепторлар деп аталады. Қалыпты жағдайда импульс өткеннен кейін медиатор өз активтене отырып келесі импульсті келесі бір нейронға берді. Бірақ ол импульс әрдайым өтіп тұрмайды ғой. Сол себепті яғни импульсті тоқтату үшін біз ацетилхолинге әсер етуіміз керек. Ол үшін бізге холин эстераза ферменті арқылы ацетилхолиннің қызметін тежейді. Сол себепті импульстар өту тоқтайды. Бұл қалыпты жағдайда.